Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай айранмен жасалатын блинчикті жасап көреміз. Ол үшін бізге айран, ұн, жұмыртқа, сұйық май, қайнаған ыстық су, сода, қант және де тұзымыз қажет болады. Ең алдымен айран мен содамызды бір-біріне салып, жақсылап араластырамыз. Соданы салғаннан кейін айранда реакция пайда болады, айранымыз көпіршитін болады. Таза ыдысымызға ең алдымен жұмыртқамызды саламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араласқан массамыздың үстінен қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Дәл осы құймақтың рецебін мен описание бөліміне қалдырып кетемін, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Айранымызды қараңыздар, жаңағы соданың нәтижесінде осындай көпіршік күйге келеді, және де ыдыстарыңыз кішкене үлкен болғаны дұрыс. Соданы салғаннан кейін көпіршіп, кішкене көлемі үлкейетін болады. Және де осы массаларды да тағы да араластыратын боламыз. Ұнымызды дәл осындай екі бөлікке бөліп араластырамыз. Міне достар, нәтижесінде осындай кішкене қоюлау қамыр пайда болады. Қамырларыңызды бір келкі етіп араластырып аласыздар. Қараңыздар, ешқандай түйіршіксіз. Ал енді үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, тездетіп араластырып аламыз. Нәтижесінде қараңыздар, осындай сұп-сұйық қамыр пайда болды. Біздің қамырымыз дайын. Енді қалай пісіру керектігін көрсетемін. Құймағымызды орташа отта пісіреміз. Мен дәл осындай құймаққа арналған табаны қолданамын. Диаметрі 20 см. Міне қамырымызды дәл осылай табаға айналдырып, ортасынан бастап құйып шығатын боламыз. Құймағымыздың шеті кішкене қызара бастаған кезде дәл осылай аударып аласыздар. Асты дәл осылай қызарған кезде блинчиктерімізді алып, келесі блинчикті пісіре береміз. Дәл осы ретпен барлық блинчиктеріңізді пісіріп шығасыздар. Міне достар, біздің блинчиктеріміз дайын болды. Жұмсақ, дәмді, отбасыларыңызға жасап көруге кеңес беремін. Айраннан жасалған ең сәтті рецепт деп айта аламын бұны. Мен өзім көп рет тапсырысқа жасап көргенмін осы блинчикті. Менің каналымда сүттен жасалатын және де шоколадный блинчиктердің рецепттері бар. Мен оларды описание бөлімінде қалдырып кетемін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, сіздерден қолдау күтемін. Подписация етіп кетіңіздер. Дәл осы видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазсаңыздар, мен сіздерге жауап беремін.